Баршаңызға сәлем достар, сізді каналымда қош көрдім. Бүгін вегандық печеньелар дайындаймын. Құрамында ешқандай жұмыртқа, сүт, май болмағанымен өте дәмді. Менімен бірге болыңыздар. Ыңғайлы ыдысқа тахини, яғни күнжіт пастасы, қант ұнтағы, сұйық май, ұнтақталған грек жаңғағы, тұз және ванилинді салып араластырамын. Ванилинді салу шарт емес, егер болмаса, немесе дәмін ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Жақсылап араласқан массаға електен өткізілген ұнды қосамын. Барлығын қосып тастамай, 1/3 бөлігін алып қалуға кеңес берем. Үстінен разрыхлительді салып, басында лопаткамен, кейін қолмен қамыр илеймін. Илеу барысында қолға жабысқақ болып жатса, оннан аз-аздап қосып отырамын. Қамырдың дайын болғанын білу үшін алақанға кішкене мөлшерін алып қысқанда өзінің формасын сақтау керек. Егер солай болып тұрса, қалған ұнды қоспаймын, яғни печеньені формасын жасауға дайын деген сөз. Грек жаңғағындай көлемде алып, алақанмен домалақтап, пергамент төселген противеньге орналастырамын. Дәл осылайда формаға жібере беруге болады, бірақ әсемдік үшін және қосымша дәм беру үшін бетіне жартылай бөлінген грек жаңғақтарын қойып шықтым. Печеньеларды алдын ала қызып дайын тұрған 180 градустағы духовкаға 15 минутқа жіберемін. Осымен дайын, өзімнің сүйікті кофемді әзірлеп алып, сіздерге печеньеларды жақыннан көрсетемін. Ішінде мол жаңғақ пен күнжіт пастасы болғандықтан өте тойымды, әрі өздеріңіз көріп тұрғандай үгітіліп тұр. Мен енді кофемен керемет үйлесетін тәттіні тапқан сияқтымын. Дәмін кішкене халваға ұқсаттым, бірақ мен өзім халваны ұнатпасам да, бұл печеньеларды өте қатты жақсы көріп қалдым. Құрамдардың нақты мөлшерін әдеттегідей видеоның төменгі жағына өту арқылы көре аласыздар. Видеоны соңына дейін қарап ұнатқан болсаңыздар, лайк басып, комментарийда қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Көріскенше.